өзіміз қалай есейсек, бұл қалада солай есейіп келе жатыр. Мен енді мақтанғаным емес, мақтағаным да емес. Қазіргі біздің әкімімізде өте жақсы жұмыстар жасап жатыр. Әбдірұлы Бақытжан. Үлкен алып қаладың тіршілігі де алып шаруашылығы да таусылмайды еш уақытта. Осы саладан ол кісінің жасап жатқан еңбегі өте зор деп ойлаймын мен. Ең алдымен мына шетсіз қала дейтін бағдарламасы қатты ұнады. Қаланың сыртындағы, қалада шетке ерек қалған ауылдардың барлығын қалаға теңестіріп, өз қызығы өзінде, өз театр, өз спорт залы өзінде болу керек дейтін идеясы маған қатты ұнайды. Баяғыда Шерхан Мұртаза марқұм көшеде келе жатып айтып еді, Буэнос Айресқа келгендей болдым ғой деп. Мынау Әл-Фарабидің бойымен кетіп бара жатқан кезде. Сол сияқты қаланың қазір көркі ол кездегіден мүлдем танымастай өзгерді. Бұрын шашылып жатқан қоқыстар қазір жоқ. Көптеген ағаштардың орнына ағаштар жаңадан егіліп жатыр. Осының барлығы қаланың көркіне көрік қосады.